Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Асыл каналыма қош келдіңіздер. Пирогты бастамаш үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бұл рецепт мега шоколадный, өте керемет брауни пирогның рецепті. Менімен бірге бисмиллах деп бастайық. Ал кеттік. Бізге қажетті заттар: май, шоколад, жұмыртқа, қант және ұн мен какао. Баяу отта майымыз бен шоколадымызды ерітеміз. Ол еріп жатқанға дейін жұмыртқамыз бен қантымызды салып, аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Газда еріп тұрған шоколадный массамызды жұмыртқалы массаға қосып, жақсылап бір келкі болғанға дейін миксерлеп аламыз. Одан кейін електе тұрған ұнымыз бен какаомызды бірден қосамыз. Міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар, пирогтарыңыз сол кезде жақсы көтеріледі. Бұның құрамында бір ерекшелігі қопсытқыш пайдаланылмайды. Содан соң бір келкі масса болғанға дейін жақсылап миксерлейміз, шамамен 1 минуттай. Одан соң мен жаңғақ қостым, бұл міндетті емес. Тіпті жаңғақ қоспасаңыздар да, бұл рецепт өте сәтті рецепт. Содан соң формаға орналастырамыз. Менде 22 диаметрлік форма. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Егер де формаларыңыз үлкен болатын болса, 20 минутта пісіп шығады. Ол енді өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Міне достар, осылай болып пісті. Әбден суытып алдым мен. Содан кейін сіздерге қазір ішін көрсетемін. Бұл пирог өзі іші влажный болып тұрады. Себебі бұның құрамында 100 грамм ғана ұн бар. Сол себептен осындай влажный болып тұру. Ол брауни пирогына тән нәрсе. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, міндетті түрде сәтті шығады. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.